Баршаңызға қайырлы күн. Қазір осы лето шрифты деген приложениемен таныстырамын. Бұл приложение айфонға арналған. Ішінде стикері, фоны, шрифты, каллиграфический шрифты деген барлығы бар. Постқа, сторизға, субтитрға, стикерға, яғни историяға, рилсқа салғанға пайдалансаңыздар өте жақсы көмекші. Негізі блогерлардың бірінші must-have приложениясы. Ақылы түрі бар, және де тегін түрлері де мінекей ужасный деген сияқты тегін түрлі шрифттардың түрлері бар. Ақылы түрі айына 1990 теңге екен, одан кейін барып 4000 теңге болады. Бір айлық версиясын алып та пайдалансаңыздар болады. Дегенмен де ақысыз түрінде де көптеген шрифттар мен стикерлар бар негізінде. Вот мынандай анимациялық та шрифтылар бар, каллиграфия бар, астында мінекей стикері, фоны деген сияқты көптеген сізге көмекші болатын құралдар бар бұл жерде. Каллиграфияға кірсеңіздер, вот мінекей латин и кириллица деп тұрады. Ағылшын менен орыс тілді шрифттарды бұл шрифттар жақсы таниды. Мынау вот аматик деген бесплатный түрі. Мысалы қайырлы күн деп жазсаңыздар, астында көптеген міне қай кезде қандай болатыны көрініп тұрады. Кей шрифттарда қазақ тілін танымағаннан кейін қ басқа, мінекей ö деген әріп басқа болып тұр. Осындай мінекей қайырлы күн деп, яғни барлығы бірдей әдемі үйлесімді болып тұрған шрифтті таңдап, копировать деген батырманы басып, өздеріңіз историяларыңызға қоя берсеңіздер болады. Бірақ мына жақтан сіздер копировать деген кнопканы бассаңыздар, кейде ұнаған шрифтыларыңызды про версиясын сатып ал деп тұрады. Содан назадқа шығып, сіздер қай шрифт ақылы түрде екенін, қай шрифт тегін екенін көрсеңіздер болады. Мінекей мынандай болып шығады. Негізі жылына 16 000 ба сондай деп шығарып тұр. Назадқа шығасыздар, басып, артқа қаратай басып, сол кезде мінекей полный қайырлы күн деген жазып тұр ғой. Мынау коронасы барлар про түрлері, оны сіздер копировать ете алмайсыздар, егер де ақылы түрі болмаса. Тегін түрлерін де арасына осылай таңдап, астқа қаратай басып, мінекей мысалға осы шрифтті таңдайсыздар, үстін басасыздар, и астында мінекей шрифт деген бар, свет деген бар, выравнивание, изгиб дегендей өзгертіп, 2-3 сөз жазсаңыздар араларын ашып, дегенде 3-4 жолдар түстерін өзгертіп, размытие, шумын беріп, фильтрін беріп, обводкасын беріп, барлығын өздеріңіз қалағандай жасап, тень беріп дегенде, и копировать етесіздер. Потом өздеріңіздің инстаграм аккаунттарыңызға барып, историяға бір фото қойғыларыңыз келді деген, мысалға. Историяға барасыз, фотоңыз галереясына кеп қоясыз, мысалға, и текст деген төбесінде кнопканы басып, и вставить етеміз. Жаңағы нені басып тұрып экранды. Вставить деген кнопка шығады төбесінде, сол кезде вставить етеміз. Мінекей қайырлы күн деген жаңағы жазуым келді. Сразу сол жақтан түстерін өзгертіп аласыздар, негізі лето шрифтыдан. Ал астындағы стикері назадқа шығайық, мынау ортада тұрған стикері деген приложенияға кірсеңіздер, инструментіне кірсеңіздер, өте көп мынандай мінекей рамочка, символы, градиенттер, күшті фондар, өте жақсы элементтер бар осы жақта. Негізі мен бұл жақтан подложка көп таңдаймын текстқа, и оны шақыру билеттерге де пайдаланамын. И сол жақтан сіздер жасалу жолын көрсетіңізші деген едіңіздер. Мінекей осы приложение, осы жақтан мен аламын оны. Қазір видеоның соңында қалай жасалу жолымен бөлісетін боламын. Мысалға, міне акварельный пятна деген бесплатный түрі, кез келген ұнаған түрін аласыздар. Астындағы түстердің суреттерін бассаңыздар, түстерін өзгерте аласыздар. И осы жаққа кеп вставить етесіздер. Тоже үстін бір рет бассаңыздар, копировать етіледі, и мына жаққа келіп үстін басып вставить етесіздер. Потом текстті ұстап тұрып жоғары қаратай көтеріп жүрсеңіздер, слой болады да, и слойдың бетіне, яғни бірінші бетіне шығады, артындағы мынау акварельный пятнамыз астына кетті. Осылай сіздер өздерінің историяларыңызды әсемдеп әрлеп сала берсеңіздер болады. Ал енді жаңа шақыру билетке де осындай подложканы қалай қоямыз, қалай жасаймыз десек, оны сіздер өстіп кез келген стикердің арасынан подложканы аласыздар.
өзіңізге ұнаған түрін, мына жақта міне бумажный наклейки деген де бар, таргетке баннер жасасаңыздар, скидки, сейл, рассрочка деген сияқты осындай бумажный наклейкаларны жасасаңыздар болады. Вот мокапы деген бар, градиентный фон деген бар, мінекей мынандай түрлі стрелкалардың барлығы бар. Үстін бір рет басқан кезде ол загрузка жүреді, потом сіздерде ашылады. Так, мына жерден мен қазір біреуін бөлшті. Міне вот кисті штрихи деген бөлімнен мен осы бір мынандай түрін таңдап шақыру билетке пайдаланған болатынмын. Дәл солай сіздерге ұнаған бір кист или штрихті таңдап аласыздар. Үстін бір рет басқанда вставить етіледі, копировать етіледі. Мен мысалы мына бір түрін таңдайын. И соны алып студия деген приложениеға апарып қоямыз. Ол сізде Pixar'та ол істемейді, сонда студия деген приложение керек бізге. Кіргеннен кейін Transparent деген PNG форматын таңдаймыз. Өзімізге ыңғайлы размерін алып келеміз. И бұл жақта тұрып үстін бір рет басасыздар. Мына жақта мысалы история деген сияқты форматын таңдап аламыз да, птичканы басамыз, потом экранды бір рет басып тұрып вставить етесіздер, пасте деген кнопка шығады. Сонымен осындай кнопкамыз бағанағы алып келдік, маскамыз. И мына жерден тинт дегенмен опаситин жүзге апарып, color дегенмен ақ кез келген түске боя аласыздар астынан. Мынау тинт деген кнопка арқылы. Потом мына опасити дегенмен кішкене азайтсаңыздар прозрачный болады, яғни подложка ретінде пайдалана берсеңіздер болады. Мінекей артын қара фонға белгілегенде осындай бір прозрачность беріледі бұған. Содан осылай сақтап аласыздар. Одан кейін CapCut'қа барып, мысалға, не жасайын деп жатсыз, қандай видео жасайын деп жатсыз, соны ашасыз. CapCut'қа барайын, бағанағы бір видеомды ашайын. Ол жерде мінекей мына домалақ тұр. Бұл домалақ жаңа тоже студиядан істеп аласыздар. Базик шептардың арасында бұл бесплатно түрі бар. Егер де сіздерде iPhone жоқ, бұндай маска жасай алмаймын десеңіздер. Астынан добавить наложение деп бағанағы алып келген галереямызды сақтап отырған осындай маскамызды алып келеміз. Енді қарасаңыздар, бұл өте қатты прозрачный болып кетіпті. Қайтадан артқа барасыздар да кішкене опаситин көтеріп тағы да сақтап аласыздар егер де болмай жатса. Мінекей студияны ашамыз, үстін бір рет басамыз, edit дейміз. Астындағы opacity дегені кішкене 70-80-ге апарып тағы да сақтап аламыз. И қайтадан CapCut'қа кіріп, астындағы кнопканың арасынан заменить деген инструмент бар, соны басып бағанағы фотомызды алып келіп қоямыз. Кішкене более-менее текстіміз оқылады осылай. Назарыңызға көптен көп рахмет. Бізді қолдай кетіңіз, каналға жазылып, лайк, пікір жазсаңыз қуанышты боламын.